желтоқсан айында 70-ке толамын. Партияның ардагерімін. Қысымда болды кезінде. Жасыратыны жоқ. Оппозиционерсіз. Таза? Иә. Қызыл оппозиционерсіз. Иә. Оппозиция деген не? Билер деген не? Құдай қаласа сол билерді ертең сөйлетем ба деген ойым бар. Осы Ақтөбе облысы. Құда, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу алейкум. Көрермендерге сізді таныстырып өтейін. Иә. Сіз менің туған құдаңыз. Иә. Өйткені сіз менің марқұм болып кеткен ағамның қызын алып отырсыз. Иә. Яғни менің қарындасым. Өте орынды. Мен сізді енді сыртыңыздан жалғыз құда ретінде емес, сізді саясат ретінде, оппозиция ретінде танимын. Сіз сол жаңағы оппозицияның ақсақалы деуге де болады. Орынды. Енді сіз өзіңізді көрермендерге таныстырып, жалпы оппозиция деген не? Қоғамға не береді? Менде мына YouTube каналым бар. Біз бір кемеде демеген. Енді аты айтып тұр ғой, біз айналып келгенде бүкіл қазақ бір кемедеміз. Соны шайқа жүрмейміз ба деген сияқты бір ойлар келеді да кейде. Ал сөзсіз ғана өзіңізде Құдай қалап біздер бүгін Ақтөбеде кездесіп жатырмыз енді. Сөздің анықтап кетейік қайда. Сіз деген Қызылордадан келіп тұр екенсіз. Соны пайдаланып, мен Астанадан келіп, осы Ақтөбеде кездесіп отырмыз. Соны пайдаланып, мен сізден бір сұхбат алып қалғым келіп отыр, Құда. Өте орынды айтып отырсыз. Сөзсіз ғана өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Қуаныш, фамилиям Төреев. 24 желтоқсан 1955 жылы дүниеге келдім. Қазіргі тұратын мекен жайым Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кентінде тұрамын. Әйелім, отбасылымын. Жалпы мына саясатпен айналып жүрген қанша жыл болды? Бұл саясатпен мен айналысқаныма сізге өтірік маған шын ғой енді. Мен бұл саясаттен айналысқаныма қазір 26 жыл астам уақыт өтті. Бұл жерде мен айта кететін не? Алға партиясы болды. Соның белсендісі болдық. Одан кейін 2006 жылы, 2005 жылы Әділетті Қазақстан қозғалысы құрылып, президентке үміткер Жармахан Тұяқбай ағамыз болды. Сол кезде ауданда штаб құрылып, белсенді азаматтар науқан кезінде жұмыс атқарды. Қазір көбісі айтады, оппозиция деген не дейді? Мен айта кететінім, оппозиция деген ол өз пікірім, мына халықтың үнін үкіметке жеткізу. Мысалға, қазіргі таңда біздің партиядан мәжіліс депутатта 4 депутатымыз бар. Төрағамыз Асхат Рахымжанов. Танимын. Асхат Рахымжанов, Нұрлан Әуесбаев кезінде президентке де үміткер болды. Одан кейін Ажар Сагындыкова, Саят Наурызұлы 3-4 ай көлемінде мәжіліс депутаты, жалпыұлттық социал-демократ фракциясының мүшесі Наурыз Саятұлы облысымызға келіп, Жалағаш, Тереуінзек, Шиелі аудандарда халықпен кездесу өткізді. Өте маңызды мәселелер халық жағынан көтерілген болатын. Соған ол кісі дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Ода қаласа биыл шілде айында ма мәжіліс депутаттары осы ауданымызға келеді деп ойлап отырмыз. Жалпы жаңа айтып кеттіңіз оппозиция. Оппозиция деген ол кезінде өзіңіз білесіз, талай белгілі азаматтар болды, азаматшылар да болды. Бірақ ол кісілер қазір білмеймін. Мысалға, бірінші бұл жалпыұлттық социал-демократия партияны құрған Жармахан Тұяқбай мырза. Бірақ жұмыстар істеді, қиындықтар туды. Бірақ біздің партияны 2007 жылы тіркелді. Одан кейін белгілі себептер шығар. Жармахан Тұяқбай ағамыз
өзі мәлімдеме жасап бұл партиядан кетті. Одан кейін Дат газетінің бас оқырманы Бафи мырза бастады. Бафи мырза? Иә, Бафи де басы Жармаханнан кейін Бафи бастады. Бірақ Алматы қаласында съезде біраз партия мүшелері недоверие айтылып, ол кісіні партиядан шығарып, орнына Асхат Рахымжанов деген інімізді сайладық. Қазіргі таңда жаңа айта кеттім ғой, біздің мәжілісте 4 депутатымыз отыр. Олар көгілдір экраннан, мына ютубтан көріп отырсыздар, өте маңызды мәселелерді көтеріп отыр. Мысалға, жер үлестер алынмаған кісілерге біраз жәрдем үлестерін алып беріп отыр. Жалпыұлттық социал-демократия партиясы жаңа парламентімізде 7 партия бар ғой, соның іші оппозициялық бағыттағы партия. Шүкір, қазір әр облыстан филиалдар ашылып, төрағалар сайланып, жұмыс жасауда, квартал сайын газеттер таратылуда, халықпен кездесу жүргізіп жатыр. Партияның бағдарламасы байланысты, мына қазір қиын заманда бағаға байланысты мониторинг жүргізеді. Мысалға, Қызылорда облысының басқарып отқан Нұрбек Дәуренбеков деген азамат. Ол кезінде Жас Алаш газетінің меншікті тілшісі болды. Қазір облыстық партияның төрағасы, белгілі журналист, хабарласып тұрады. Осы уақытқа дейін қазір бізде мынандай программа бар. Мына партия қатарымыз жаңадан мүше тартып жатырмыз. Шүкір, ол кезінде өз уақытымен өтіп жатыр. Қазіргі кезінде айта кетейін, қиын замандарда болды. Әсіресе мынау сайлау науқанының кезінде билік жағынан қудалауда болды. Оны не жасыру керек? Оны жақсы білесіздер. Қазір шүкір, партия белсенді жұмыс істеп жатыр. Халық өз үндерін жеткізіп отыр. Бір айта кететін жайт, парламентте болғаннан кейін, халықтың үнін ел аралап барғаннан кейін, біздің депутаттарымыз ана мінбеде отырып, мәжіліс төрағасына, үкімет басшысына, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа жеткізуде. Жалпы мен сөзіңізден байқап отырмын. Кезіндегі Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлымен салыстырғанда, қазір Тоқаев жаңа Қазақстан деп жатыр. Өзгерістер бар сияқты ғой, қарап сөзіңізді тыңдасам. Дұрыс айтасыз. Өзгерістер бар. Мысалға, мына бірінші өзгеріс, мына Жалпыұлттық социал-демократия партиясы 2007 жылы тіркелді. Осы уақытқа дейін тіркелмей келген партия, парламентке өтпеген. Мынау өзіңіз көріп отқандай, президентке Қасым-Жомарт Тоқаев келгеннен кейін біздің фракциядан 4 депутатымыз барды. Бағанада айтып кеттім ғой. Ол да біраз бізге қуаныш әкелді. Шүкір, облыстарда жаңа айта кеттік. Бүкіл Қазақстан облысында партия филиалдары ашылып, жұмыс істеп жатыр. Халықпен кездеседі. Халықты билікке жеткізеді. Әкімдермен сұхбат болады. Мына жаңа айта кеттім, біздің Қызылорда облысының партия төрағасы Нұрбек Дәуренбеков мырза ай сайын деп айтпайын, енді 10 күннен сайын депутаттармен, белсенді азаматтармен, мемлекет қызметкерлерімен, мекеме басшыларымен дөңгелек үстел орнатып, халықпен саябақтарда, қаланың орталық алаңдарында кездесу жүргізіліп жатыр. Шүкір, Жалпыұлттық социал-демократия партиясы өз міндеттерін, партияның бағдарламасын халыққа тегіс жеткізіп отыр деп ойламын. Көбі деген депутат болады да, сосын деген ары қарай бір жаман жетегіне кетіп қалатын сияқты. Сіздердің депутаттарыңыз қандай қарапайым халыққа қандай пайда әкеліп жатыр? Мен айта кетейін, өте орынды сұрақ. Мысалға, былтыр Нұрлан Әуесбаев мырза келді, фракция депутаты. Келген кезде мен бір айта кетейін, сосын осы биыл, жаңа бағанағыда айтып кеткен, 3 Қызылорда қаласында
Тереңізекте, Жалағашта, Шиеліде біздің фракция жас депутаты Наурыз Саятұлы кезде тікелей халықпен кездесіп отыр, үндеуін жеткізіп отыр. Ондай мен осы уақытқа дейін мен бұлай шындық айта кетейін, оны жақында облыс әкімге де мен айтқанмын кездесуімде. Неге дедім, мысалға 7 партия бар, парламентте отыр 6-ы. Неге солар келгеннен кейін әкімшілікке барып, билік өкілдерімен кездесіп кетіп қалады деп. Оны облыс әкімі Нұрлыбек Мәлібаев мырза мені тыңдап, дұрыс деп сол жерде тапсырма берді. Құда қаласа, билік көктемде қай партияның болмасын, депутаттар келсе, тікелей халықпен байланысқа шығады деп ойдамын. Кеше жаңа айта кеттіңіз, біздің депутатымыз Наурыз Саятұлы кеше келген, осы жылы кездесу келгенде халықпен прямой диалогқа шықты. Үнін жеткізем деді, жеткізіп те жатыр. Вот бізге сондай депутаттар керек. Көбінесе мен айта кетейін, жаңа өте орынды сұрақ қойдыңыз, сайланып алады да кейіннен келіп үнсіз отыратын депутаттарымыз да бар. Бірақ мен айта кететін, мынау осы мәжіліске сайланған депутаттардың, мысалға Ермұрат Бапи, Аманат партиясынан түскен жігіттердің, азаматтардың ой пікірлерін мына мәжіліс отырысында көріп те отырмыз көгілдір экраннан. Мен өзім енді шүкір мына Нұрсұлтан Назарбаевтың кезіндегідей емес, қазір қай партияның депутаттары болсын, өткір мәселені мәжілісте көтеріп отыр. Оған шүкір нақты жауапты алып отыр деп ойлаймын. Жалпыұлттық социал-демократия партиясын жаңада айта кеттім, қазір бүкіл облыста филиалдары ашылып, төрағалары бар, халықпен тікелей байланыста, халықтың үн билікке жеткізуде, баға мониторинг жүргізеді. Мынау мысалға өткен жылда мына наводнение туралы білесіздер ғой. Сонда біздің партияның мүшелері вертолет, самолетпен емес, жол көлікпен барып, халықпен тікелей байланыс жасап, соны парламентте көтерді. Ол да бір жақсы нәтиже шықты деп өзім ойлап отырмын. Жақсы, енді кішкене әңгімемізді басқа салаға өзгертейін деп отырмын. Енді сіз деген оппозицияның ақсақалы болғаннан кейін, баяғыда белсенділерге қалай қарады? Қазір қалай қарайды? Сізді қамалдыңыз ба? Соғыс жағын айтып кетсек, адамдарға қызықты болсын. Енді айтайын, жаңа мен айтып отырмын, Құда қаласа биыл желтоқсан айында 70-ке толамын. Партияның ардагерімін. Шүкір, оны облыс төрағамыз Нұрбек Дәуренбеков те айтып отыр. Бәрі де болды кезінде. Мысалға, сайлау науқанының кездерінде үгіт насихаттарды таратамыз, газет болсын, әртүрлі нелер бар ғой. Сол кездерде үйімізде милиция жанында тұратын тұғын. Үйден шықтық па, артымыздан жүрет мәше. Сонда мен сұрақ қоям, айналайындар, нағып жүрсіңдер десек, біз телохранительміз ғой, қол кесізге. Қысымда болды кезінде, жасыратыны жоқ. Қазір шүкір жақсымыз. Қазір өткені неге жақсыз? Өткені сізді заңды түрде тіркеді сіз бе? Тіркеді, сосын мынау айта кететін тағы бір жайт, бұрын аудан әкімдеріне біз кіре алмайтындығымыз. Мысалға қазір айтса, қай билік басшы болсын, мекеме басшы болсын, аудан әкімі болсын, тікелей қай уақыт, қай мезгілде, қай уақытта келсеңіз сізді қабылдайды деді. Осы жақын, осы кеше кетерде де аудандағы проблемный острейший вопростар бар, күл қоқысқа байланысты аудан әкіміне кеше кіріп, Жандос Еркінбекұлы деген жаңадан тағайындалған әкіміміз бар, жергілікті азамат. Кеше осы 8 күні 41 жасқа толды, мәселені көтеріп кеттім. Сонда айтатыны, қай кезде болса двери всегда открыты деп. Шүкір, қазір жақсымыз. Өйткені енді бұларда сезінген шығар партия қалай жұмыс істеп атқан. Шүкір, 4 депутатымыз болса да, ол уже сила. Дақалаза кезін сазыпта партиямыздың қатар көбейді деген нәтижедемін.
Қызылорда облысында қалай жағдай? Қызылорда шүкір, Қызылорда облысымыз қазір шүкір жағдай жақсы. Мен мынау Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Машбекұлымен 7 рет қабылдауында болдым. 7 рет. Осы жақында Қармақшы ауданына келгенде де болдым. Мәселе көтергенге өте білімді, сауатты жігіт. Сұрақтарымыз нақты жауап береді, бақылауында алады. Айта кетерім, қай басшы болғаннан кейін халқын ойлау керек деймін. Шүкір, бірақ жұмыстар атқарылып жатыр. Шүкір, сұрағымызға қоямыз. Бұл қазір Құда қаласа келгеніне қазір 3 жыл болды. Жаңа Нұрбек Машбекұлының шүкір оған оң баға беріп жатыр. Қызылордамыз өсіп өркендеп жатыр. Жақсы баға береді. Біз Құда осы Ақтөбеде кездесіп отырмыз. Иә. Енді мен Ақтөбеде жаңа машинамен біраз жүріп қайттым. Иә. Енді мына жолдан Құдай сақтасын. Иә. Көрдім оны. Быт-шыт қазақ тілімен жалпы айтқанда. Неге олай? Неге Ақтөбе қаланың жолы осындай? Және де Қызылордамен салыстырғанда қандай айырмашылығы бар? Өте орынды сұрақ. Мен жаңа өзімде көрдім. Шүкір. Мен айтам, мен Қызылордам 10 есе жақсы деп. Өйткені жаңа неге олай деп отырсыз ғой? Ол қанша болса да басшыға байланысты. Мысалға жаңа облыс аймақ басшысының жалғыз басшы емес, сіз сияқты белсенділерге байланысты шығар. Өте орынды сұрақ. Біз бар, мысалға мына асфальт төселіп жатады. Мына мен өзім айта кететінім Қармақшы ауданы. Асфальт төселіп жатқан жерге мен барып өзім көрем. Аналарға айтам, мына жерің дұрыс емес. Мына жерің мынандай болып жатыр. Сонда келіп, қанша болса да белсенді азаматтар шығып жатыр. Партия мүшелері де бар. Оны аудан әкімі де барады. Шын айтқанда былай, аудан әкімі де өзі айтты, қоке барып көріңіздер. Сіздерде барып бақылау керек. Оны бақылауға алу керек. Мысалға жаңа Ақтөбені көріп отырмын ғой, областной центр. Енді халқы біздің Қызылорда облысына қарағанда көпте шығар. Бізде 750 мың ба, 800 мыңдай халық бар. Енді жаңа көше жүріп көрсем, шүкір, біздің мен тұратын ауданда айтайын. Ауданымыз тфа деп айтайын. Шүкір, жақсы. Жолға мұна салыстырып отырғанда, Қызылордамыз гүлденіп келе жатыр. Да қаласа кеше мемлекет басшы Қасым-Жомарт Тоқаев мырза айтты ғой, 2026 жылғы құрылтайда Қызылорда қаласында өткіземіз деп. Құрылтайды? Иә. Ол да бізге... Қандай құрылтай? Құрылтай болғанда мынау халықпен жүздесіп. Бұл Қызылорда кезінде Ақмешіт деп Қазақстанның столицасы болған, астанасы болған. Оны жақсы білетін шығарсыздар. Тоқаев мырза да мына қаланың, облыстың өркендеуіне байланысты біздің қалаға тоқталды деп ойлаймын. Шүкір, жаңада айта кеттім ғой, аймақ басшымыздың жұмысына халық та риза. Мысалға кеше пойызда келе жатсам, жерлесім бірге Оралға баратыр екен, әйел кісі екен. Қала әкімшілікте істеген екен. Сонда келіп айтам, сұрақ қойдым, әкімшілікте істедіңіз, қазір зейнеткерсіз, қалай десем, ол кісі де айтып жатыр. Шүкір, қазір парламентте ол жұмыстан біраз депутаттар отыр. Жайымбетов мырза, Мұрат Абенов бар, Мұрат Ергешбаев азаматтар бар. Халықпен тікелей байланыста. Негізінде бәр халықтың қолында. Мысалға, жаңа айтып жатырмыз ғой, жол салып, құрылыс жол. Халық бару керек, белсенді азаматтар бару керек, жұмысын істеу керек. Бізде қалай салып жатыр ма, салып жатыр дейді. Ертең жаңбыр шайып кетсе де үнсіз қалады. Жақсы. Түсіндім. Мен әдейі сізді сөйлетіп отырмын. Өткені сіз оппозиционерсіз. Таза, қызыл оппозиционерсіз. Жалпы тілмен айтқанда. Мен деген Құдай қаласа ертең осы Ақтөбе облысының биін сөйлеткім келіп отыр. Сол жаңағы халық, қарап отырған қарапайым халық салыстырсын. Оппозиция деген не, билер деген не. Өткені кейбіреулер бейдімен оппозицияны шатыстырып дұрыс айтасыз. Енді осы жерде мен бір ой қосып кеткім келіп отыр. Дедуктивный метод мышления бар дейді. Индуктивный метод мышления бар дейді. Сіздердікі көбінесе дедуктивный методқа жатады. Дедуктивный деген логика, анализ арқылы бір нәрсе шешу. Және де бұл деген
мүмкіндік жағдайды өзінің мүмкіндігімен бір жағдайды шешу. Дұрыс айтасыз, иә. Ал индуктивный метод, ол мына жағдай қайдан пайда болды? Негізгі себебі не? Оны шешетін, оны ойлайтын билер болу керек. Дұрыс айтасыз. Ана мәселе қайдан шықты, соның негізгісін айту керек. Сондықтан билер бірінші ақылды, даналы болу керек деп санаймын. Өте орынды айтып отырсыз. Сол негізгі себебін айтатын, ақылын айтатын билер болу керек. Дұрыс айтасыз. Құдай қаласа сол билерді ертең сөйлетем ба деген ойым бар. Осы Ақтөбе облысы. Ақтөбе облысында алға билер бар ма өзі? Бар. Жұмыс істеп жатыр ғой. Істеп жатыр. Оларда сіз сияқты жаңағы халықпен, қарапайым халықпен биліктің арасында дәнекер болып жүр ғой. Сіздер де айтып жүр. Сіздер де жаңағы халықтың үнін жеткізіп жатсыз. Олар да сонымен айналып жүр, айналып келгенде. Бірақ мен оның бәрі дұрыс деп айта алмаймын. Өйткені тағы да қайталаймын. Билер ол ақылдың иесі. Дұрыс айтасыз, ақсақалдар болып жатқан жағдайлардың негізгі себебін айтушылар. Өте орынды айтып отырсыз. Ал қосатыныз бар ма? Мен тағы айта кететін жаңа билерге байланысты біздің Қызылорда облысында, облысы Қазақстан бойынша қазір қоғамдық кеңес деген ашылды. Қоғамдық кеңес. Ода төрағасы бар, мемлекеттік қызметкерден адамдар бар. Бірақ мен жақында осы мәселені көтерейін деп едім облыс әкімге, аймақ басшысына. Неге біздің партия? Бірақ мен айта кететінім, қазір Қызылорда облысының партия төрағасы сол қоғамдық кеңеске кіргізді мүше ретінде. Енді айта кететінім, бұл қоғамдық кеңестің рөлі өте күшті. Мына алқабилер қарағанда. Олар әкім бюджетінде қаралады. Мысалға, мекеме басшы мына жол мәселесін өзекті билікке жеткізеді деп ойлаймын. Шүкір, келешекте енді аудандарда да қазір қоғамдық кеңеске бізге кіргізіп жатыр ғой. Енді алқа деп жатсыз ғой, енді шүкір, енді бұл үлкен облыс қой. Жаңыз басшыға да байланысты қоғамдық белсенділер жұмыс істеу керек. Алқабилер, ардагерлер жұмыс істеу керек. Қоғамдық ұйымдар бар, саяси партиялар бар. Солай жаппай бірыңғай шығу керек қой, бірыңғай әкімшілікке, билікке ол дұрыс емес деп ойлаймын. Негізгі айналып келгенде, мына мен YouTube каналым тағы да қайталап кетейін. Біз бір кемедеміз. Дұрыс айтасыз. Соны шайқамай, ақылмен аман алып шығу керекпіз. Өте орынды. Құда, жолыңыз болсын. Әумин. Амандықпен кездесейік. Әумин, айтқаныңыз келсін. Еңбегіңіз жансын. Әумин. Еңбегіңіз жемісін көріңіз. Қарапайым халыққа пайданыз мол болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін.